Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгінгі біздің индеуіттеріміз. Мінекей. Біздер әртір жұмыстан келдім. Қазір қояндарға жем суын берейін деп жатырмын. Барлығын төгіп саған. Бұлардың жем суларын беріп, қазір мынандай жем салғыш жасап қойдық. Міне баклажкіден қарапайым міне жемдерін төкпеу үшін суға салған жоқпын. Су по-любому ол төгіледі. Суын уақытында беріп тұрам. Төгілген сайын озанау уайымдап тұрған жоқпын. Бізде қаздар бір қаз басып жатыр. Міне 6 жұмыртқасы бар, жүндерін бәрін тастаған. Кешеден бастап жатыр. Менде бір сұрақ бар. Қаз неше күнде балапан шығарады? Соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мінекей біздің қаздар үйдің артында жүр, жанында көше жақпайтынде. Мына жерде жаңбырдың суы бар, соны ішіп, манағыдай шөп жеп жүр. Осылай мінекей. Бұлар қаздар неше күнде басып шығарады, сол туралы айта кетсеңдер. Сосын менде бір тағы да сіздермен ақылдасатын бір нәрсе бар. 3 қазыға 4 индеуітке ауыстырсам қалай болады? Комментария жазып кетіңіздер. Я ауыстырып ал, или ауыстырмай ақ қой деп міндетті түрде қарайтын болам. Срочно керек. Соған тездетіп жауап берсеңіздер жақсы болатын еді. Әнекей қаздар жүр. Көк шөп. Бұлардың жем суларын берейін деп жатырмын. Қандай жем бересіздер деген сұрақ болса, қояндарға яшмин, индеуіткіларға бидай, балапандарға бидай, қазға бидай, осындай жылы су берем. Міндетті түрде. Көпті буы шығып тұр, видеода көрінбейтін шығар. Қаздар келе жатыр. Жемге ұрғашыға тәй суға түспейді. Әзірге осы біздің екінші каналымызға міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше. Екінші каналымды сілтемесі төменге қалдыратын болам, жазылып кетіңіздер. Келесі видео сонда шығатын болады. Әзірге осы. Индеуіткілер әлі туған жоқ, бірақ алла бұйыртса туып бастау керек. Құрметті достар, бұны біздер үйдің ішіне де келдік. Бұны бізде балапандар. Бүгін тағы да бір көчені өліп қалған. Мінекей 3 айлық балапандар, ана адылер мен көчи, қалғандары 1 ай жарымдықтар. Пока өсулері осылай бір қалыпты. Енді алла бұйыртса тағы да көретініміз, әтештері әтеш болып, тауықтары тауық болып жүр. Мынау да әтеш сияқты, жөті айдар шықпаған. Видео осы балапандарымыз. Әзірге кездескенше келесі видеода міндетті түрде көрсететін боламыз. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.